Келесі 4-те 35-ші есеп. Біріншісі x қосылған 2y қосылған 3 тең 0-ге. Төмендегі теңдеулермен берілген түзілердің координаталық осьтері қиылысу нүктелерін анықтаңыздар дейді. Яғни OY көсімен қиылысатын нүктесін табу үшін x-ті 0-ге теңестіреміз. Яғни OY-ті табу үшін x тең 0-ге дейміз. Яғни орнына апарып қояйық. X-тің орнына 0 қойсақ, қосылған 2y қосылған 3 тең 0-ге. 2y-тен минус 3-ге y-тен болады 1,5-ге минус. Яғни x-іміз 0-ге тең болғанда y-іміз минус 1,5-ге тең болды. Яғни қандай да бір A нүктесі деп алайық. O 0 және минус 1,5. Енді OX өсімен қиылысқан кезде деп y-імізді 0-ге теңестіріп алайық. Енді y-тің орнына барып 0-ді қояды екенбіз. Сонда x қосылған 2 көбейтілген 0 қосылған 3 тең 0-ге. X қосылған 0 қосылған 3 тең 0-ге деймізде x-імізді 0-ге теңестіретін болсақ, минус 3-тің өзіне тең болады екен. Сонда қандай да бір v нүктесі деп алайық, минус 3 пен 0-ге тең болады екен. Яғни қиылысу нүктелері осы болады екен. Келесі екінші есебіміз 3x қосылған 4y тең 12-ге. OX өсімен қиылысатын нүктені табу үшін y-імізді 0-ге теңестіреміз. 3x қосылған 4 көбейтілген 0 тең 12. 3x-тен 12 азайтылған 0 болады, x-іміз тең болады екен 4-ге. Яғни қандай да бір A нүктесі деп алатын болсақ, 4 пен 0-ге тең болады екен. Енді OY өсімен қиылысатын нүктені табу үшін x-імізді 0-ге теңестіреміз. 3 көбейтілген 0 қосылған 4y тең 12-ге. Онда 4y-тен 12 y-іміз тең болады екен бізде 3-ге. Сонда 0 мен 3 аралы болады екен. Келесі үшінші есебіміз 3x минус 2y қосылған 6 тең 0-ге. OX өсімен қиылысатын нүктесін табу үшін y-імізді 0-ге теңестіреміз. Сонда 3x азайтылған 2 көбейтілген 0 қосылған 6 тең 0-ге болады екен. Сонда 3x тең минус 6, так, 0 өкедеді. Сонда x-іміз тең минус 2-ге. Қандай да бір A нүктесін алатын болса, минус 2 мен 0 нүктесі болады екен. Енді OY нүктесін табу үшін, OY өсімен қиылысатын. Сонда x-імізді 0-ге теңестіреміз. 3 көбейтілген 0 азайтылған 2y қосылған 6 тең 0-ге. Минус 3y-тен минус 6. Y-іміз тең 3-ге. Так, орнына апарып қоятын болсақ, v нүктеміз x-іміз 0-де және y-іміз 3-ге. Келесі төртіншісі 4x минус 2y азайтылған 10 тең 0-ге. OX өсімен қиылысатын нүктені табу үшін y-імізді 0-ге теңестіреміз. Сонда 4x азайтылған 2 көбейтілген 0 азайтылған 10 тең 0-ге. 4x 10 плюс 0 өкедеді екен. Сонда 10-ның өзі ғана қалады. X-тен бізде 2,5-ге. Сонда қандай да бір A нүктеміз 2,5 пен 0-ге тең болады. Екінші жағдай бойынша OY көсін табу үшін x-імізді 0-ге теңестіреміз. Сонда 4 көбейтілген 0 азайтылған 2y азайтылған 10 тең 0-ге. 2y минус тең 10-ға.
Сонда y-іміз тең минус 5-ке. Сонда қандай да бір b нүктесін алатын болсақ, 0 мен минус 5-ке тең болады.